Сәлем достар, бүгін сіздермен жаңа пост және де біздің керемет Алуа және Гимат және де бүгін бізде Unpacking'та киім және де кроссовкалар болады. Айтпақшы достар, бүгінгі көрсетілетін тауарлардың өздеріңізге ұнағаны болса, міндетті түрде скриншот жасап, өзіңізге ұнайтын, қолданатын маркетплейстен оңай түрде тауып алуға болады. Ал біз бастайық. Бірінші қайсысын көрсетеміз? Бізде осындай кроссовки спортқа арналған, қыздардікі, иә? Мен ойымша, иә. Бұл Warrior деген бренд, өте танымал қазіргі таңда. Pinduodu'да да бар. Иісі жоқ. Иісі жоқ. Сапасы өте жақсы тігілген, ешқандай бір жері жіптері шығып тұрғаны көріп тұрған жоқпын. Өте жақсы тігілген. Бойы қысқа адамдарға күшті болады, мен сияқты. Және де қытайлықтар арнайы осылай қараңыздар, даже мынаны сыртынан пленкамен жабыстырып, шашылып, ешнәрсе болмасын деп салып қойған. Мен бағам 10-10. 10-10, иә. Келесі бізде кроссовки. Осыған ұқсайды екен бір-біріне. Иә, бір-біріне ұқсайды екен. Сапа жағынан қарасақ, менде мына жерде кішігірім жіптер шығып тұр екен. Иә, менде де жіптер шығып тұр. Тура сол жағында екен. Бірақ сол ғана сияқты. Басқа. Сосын табаны плоский екен. Иә, прям. Кішкене. Иісі? Кішкене бір иісі бар. Енді бірақ барлық кроссовкада негізі иіс болады ғой. Бірақ біріншісінде болмаған, мынада кішкене иіс бар екен. Мен оннан 7 беріп едім. Күшті. Бұл деген прям күшті бренд, тоже негізі спортқа арналған, қыздардың арасында өте прям танымал. Бәрі спортқа, фитнесқа, таңертең пробежкаға шығып болса, Алуаның киімдерімен өте танымал, өте күшті. Заттары өте сәнді, маған ұнайды Алуанікі. Бұны мен Алуаны Pinduodu'дан көрдім. Қай жерден көрдім? Taobao'дан да көрдім. Бұл негіз барлық жерде болу керек. 1688 темада барлығы бар, осындай регулировка жасай аласыз. Керемет? Күшті. Оннан 10. Сонымен осындай бізде кепкалар, сапасы өте жақсы тігілген. Тура бізде Қазақстанда осыларды бір қаншаға сатады кепкаларды? Бір 6-7 мыңға шығар, ең арзандар деген. 10 мыңға тақап. Мынаның бағасы енді Қытайдан алсаңыз, точно бір 3-4 есе, 5-6 есе арзан аласыз. Жаңа пост арқылы берсеңіз, тез жеткізіп береді. Бұл бізде тағы да бір кроссовки. Более спортивный емес, уже қалаға киетін. Қарасақ, сырты бізде кожадан. Қане? Бұл кроссовкінің иісі жоқ. Табаны мықты. 41 размер. Сапасы жақсы. Жақсы өте аккуратно тігілген. Не былай. Жасап көрсеңіз болады. Өте керемет. Прям джинсымен киюге, и классикамен киюге бола ма, да? Барлық образға кете береді. Келесі аяқ киім бізде кроссовки спортивный. Уже бұл бізде Adidas. Қателеспесем. Adidas. Бұның да иісі жоқ. Тек бір жаңа нәрселерде болатын, жаңа аяқ киімде болатын ғана иіс. Абылай. Қарасаңыздар, міне мына жерде басы бізде замыш, ортасы сетка аяқ терletпес үшін. Мынандай шнуровтары өте күшті, мықты. Табаны тоже мықты. И бұның ішіндегі стелькасы былай шешіледі екен. Яғни, мысалы, аяқ терлегеннен кейін осылай кесіп қойсаңыздар да болады. Осындай алынатын, салынатындары маған өте қатты ұнайтын. Иіс те шықпайды. Дизайн өте керемет. Келесі аяқ киім. Бұл да бізде кроссовки, қыздарға арналған. Бұл да бізде жаңағыдай бас жағы замыш екен. Табаны бәрі мықты, жаңағы кроссовкінің дизайнына ұқсайды екен. Қарасаңыздар. Маған сәл кішкене қатты ұнап тұрған жоқ. Шынымды айтсам. Мына бірақ замыш дегенменен осы ортасында
Тряпкасы сәл нашарлау екен. Бірақ бәрібір өз баласына тұрады деп ойлаймын. Өте арзан тұратын сияқты. 10-5. Бұл да бізде кроссовки. И тағы да Adidas. Adidas, да, типа под Adidas. Түрі қатты ұнап тұр. Сыртқы дизайны мындай вид. Қандай мата, но сырты замша ма? Замш, бірақ какой-то некачественный ма. Қарасаңыздар, маған неге ұнамайды. Adidas деп тұр бұл. Бүкіл шан мына жерде жиналып жатыр. Замшқа. Қараңыздар, уже былай. Каждый раз жуып, сүртіп отыру керек. Мен ойымша қолайсыз. Бұның ішінде Made in Indonesia Adidas деп тұр. Адидасда тігілген, Индонезияда тігілген Adidas сияқты, иә? 10-8. Келесі бұл бізде аяқ киімнен қарадық, енді бізде киімге өтейік. енді ауаның өзін айтасың ау. Бұл көбісі киеді қазір андай көйлектің астынан бір жабысып тұратын киім болса, мысалы жабысып тұратын көйлек болады ғой, вечерний. Соның ішінен киіп аласыз. Бұл барлығын фигураңызды жинап тұратын осындай не деп айтады, іш киім. Лосины? Ну, іш киім как іш киім. Іш киім как іш киім. Менің ойымша күшті зат негізі. Қанша? 10-9. 10-9. Иә. Бізде осындай керемет. Осы маған қатты ұнады. Күшті. Мен басыма сәл кішкентай екен, тарайсы сіз киіп тағып көріңіз. Мен бұндайды алушы едім. Маған ұнап тұр. 10-10 маған ұнады. Материал тоже өте керемет. Маған мынау өте қатты ұнады. Бұл бізде киім емес, қателеспесем, бұл бізде пижама. Пижама? Мынау андай атлас сияқты үйге жазға прям киетін, тура қазіргі уақытта киетін үй киімі. Күшті, өте сапалы тігілген, аккуратно, жіптер шығып тұрған жоқ. Қалталары бар екен. Маған ұнады. Қалталары бар екен. Уже сыртынан көріп тұр, товар өте қызық екен. Бұл не, халат па? Бұл кигурими. Кигурими. Бұны еще әр бойға арнап жасайды. Мына жерде 10 деп тұр. 10 деген не ол? МК деп тұр. Мынау бір бойы 160. Мынау сонда стич болып тұр ма? Стич, иә. Достар, егер де мына видеоролик 5000 лайк жинаса, алуа осыны киіп, сізге келесі видеода осымен отырады. Осындай күшті тауарларды негізі жаңа пост арқылы тапсырыс бере аласыздар. Қытайдың кез келген маркетплейсінен. Я біз 5 маркетплейспен жұмыс істейміз. Қытайдың еңбері. Taobao, 088 Temu және JD.com. Бірақ басқа да маркетплейстен тапсырыс бере аласыздар. Қалай? Біздің Қытай мекен-жайын қолдану арқылы. Толық ақпаратты оны біз өзіміздің Instagram аккаунтымызда салатын боламыз. Келесі біздің товар. Вау. Мынау футболға арналған бутсы. Енді мынаны мен өзім айтамын. Айта ғой. Нағыз футбол ойнауға керемет сараканошки. Комплект осындай гетрі жүреді. Жіктер еще мынандай шетке жүреді екен. Футбол ойнауға прям бүкіл комплект дайын. Сізге тек қана форма ғана қалды. Форманы алуға. Қараңыздар, мынандай гетрі. Иісі вообще жоқ. И жіптері де шығып тұрған жоқ. Өте аккуратно. Нағыз кожа болып тұр ғой. Өте аккуратно тігілген. Я, достар, осындай керемет сороконожки Қазақстанда мыналар примерно 20-30 мың теңге тұрады. Қытайдан сіз 4-5 есе арзан заказ бере алып, ал ол заказды беру үшін сіз жаңа пост қосымшасын жүктеп алыңыз тезірек. Егер де сіздің жігітіңіз футболға қызықса осындай керемет сороконожкені заказ берсеңіз болады. Скриншоттап алыңыздар. Барлығы өте арзан. Енді келесі бізде осындай, бұны не деп айтады? Берет. Точно беретка. Бонжур. Жумапель гемат. Если я ношу кандибобер на голове, это не значит, что я девушка или я балерина бежит. Имя Ибрагим вам о чем-то говорит? Мне кажется, өте керемет. Біздің кезінде папаларымыз осындай тағып жүретін. Сәл басқаша. Басқаша, бірақ осындай да болатын кепкалары. Бірақ негізі бұл беретка. Күшті, матасы да жақсы. Бір примерно қанша. Мен 10-8 беретін едім. Жақсы тігілген. Мен 10-9 беріп шығын. Керемет. Мынау бізде худи. Худи. Зипка. Зипка, точно.
істейік па былай. Зипка. Цветі өте керемет екен. Байқасақ. Өте әдемі, көзге Жағымды такой Күшті болып тұр, молочный, ванильный болып тұр. қараңыздар. Өте күшті. Мен аны спортқа кетінемін. Пробежкаға таңертең бір салқында шыққан кезде. Таңертең тауға или өзен жағасына жүгіріп жүрген Өте әдемі. қыздар заказ беріңіздер. Оннан лайк. Лайк. Толстовкаға осындай Минимишный такой. тура под цвет келетін комплект сияқты. Бірақ та былай қарасақ мынаның сапасы сәл төмендеу сияқты. Иә, маған да солай көрініп тұр. Неге Иісі бар десе екен. Иә? иісі бар екен. Неге десеңіздер, өйткені қараңыздар мынаның табаны төгілмейді біріншіден, екіншіден мынаның язычогы өте жұқа материалдан жасалған, и үшіншіден мына жерде былай жіптер шығып тұр екен. Тек дизайны үшін бес келесі бізде вау, мынаны түсін қараңыздар. Бұл қандай спортқа арналған? Или просто спортивный ма? Общий ма? Өте қалың екен мына жері. Мынадай жұмсақ іші. Дышащий. Nike қой, иә мынау? Иә, бұл бізде Nike. Иә, ішінде жазылған кәдімгідей. Nike-тың белгілері, QR коды бәрі тұр. Бірақ иісі сәл бар екен. Баскетболға арналған аяқ киім екен. Өте күшті. Иә. Баскетболда прям мен паркеттің үстінде ойнауға өте тиімді екен. Мына жерде былай нескользящий резинасы бар екен, өзін тоқтатып тұрмай. Жалпы Табаны да күшті. футболисттарға да болды, баскетболисттарға да болды, бәрі керемет. Келесі маған өте қысыртық. Түсі қатты ұнаған. Кеды, осындай өте күшті. Қазіргі таңда мынау хит болып жатқан кедайдың бірі бізде негізі қыздардың арасында. Маған ұнайды түрі. Мынау қателеспесем Hello Kitty емес пе? Иә. Hello Kitty. Иісі жоқ екен, кстати. Иісі жоқ, бірақ мына жерде қайтадан жіп и не? Мына жерде бір кішкене шығып тұр. Мына жерде осы жерде. Язычогы кішкене. Былай. Негізі жақсы, өте жақсы. Кең табан мындай кең екен. Аяқты қыспайды. 8-ден 10-нан 8. Маған 10-нан 10. Ұнады. Келесі біздің товар. Бұл бізде үйге киетін пижама. Үйге киетін пижама. Ауа, бұл сенің темаң. Енді шынымды айтсам, матасы ұнаған жоқ. Ұнаған жоқ па? Матасы кішкене синтетикасы көп екен. Денені ыстықтататын сияқты. Бірақ өте әдемі да түрі, бірақ кішкене матасы онша емес болып тұр. Білемін, 10-нан 5. 10-нан 5. Мынау не екен? Бұл бізде не? Мынау рубашка. Мынау кім мынау? Мынау бір мультик әйтеуір тоже. Куроми. Круаси дейді. Детский сияқты. Куроми. Лабубу емес пе? Жоқ, бұл лабубу емес. Қараңыздар, мынау енді кішкентай балаларға арналған рубашка, артында осындай дизайнымен. Матасы жақсы, жеңіл, кәдімгі жазға арналған рубашка. Өте әдемі, балаларға ұнайтын сияқты. 10-нан 10. 10-нан 10. Келесі бізде, бұл не? Бізде кроксы. Кроксы? Вау. Кроксы. Нағыз офисқа арналған нәрсе, деп ойлаймын. Иә. Барлығымыз осындаймен жүреміз. Керемет? Сол, күшті лайк. Кроксы жайлы не айта аласың? Кроксы жақсы? 10-нан 10. Енді бізде жазға арналған аяқ киім бар екен, қыздарға. Менде бұрын осыған ұқсайтын болған. Вау. Бұл негізі Чисто эко сияқты ғой мынау. Қараңыздар. Табаны былай бүгіледі. Сондықтан аяққа жайлы болатын сияқты. Негізі күшті сияқты, маған түрі де әдемі. 10-нан 10. 10-нан 10. Бұл да қыздарға арналған. Жаздық аяқ киім. Қараңыздар, Мюлли. Арты ашық осындай. Иісі вообще жоқ екен. Иісі жоқ. Осындай, мынандай үшкір басы қазір модада. Маған ұнап тұр, 10-нан 10. Өзім кередім.
Достар, осымен біздің бүгінгі екінші анпакингіміз бітті. Және осы видеоға 50 000 просмотр жинасақ, біз бүгінгі көрсеткен тауарлардың ішінен ең әдемі, ең стильныйларын сіздердің араларыңызда бесплатно ойнататын боламыз. Иә. Сол үшін лайк, комментарий, жаңа пост достарыңызбен бөлісіңіздер. Рахмет, сау болыңыздар.